жаратылыстану 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы жердегі тіршілікке ғарыштың әсері. Сабақтың мақсаты күн мен айдың жерге қалай әсер ететінін білесің, жер ғарыштың жағымсыз әсерінен қалай қорғанатынын түсінесің, судың көтерілуі мен қайтуы туралы мағлұмат аласың. Балалар, жер мен ай ғарыш кеңістігінде үнемі қозғалып жүреді. Бірақ қозғалыстары әртүрлі болады. Жер күнді өз орбитасымен айналады. Ай жердің серігі ретінде жерді айналады. Бұл денелердің арасында болатын тартылыс күші денелерге өз орбитасынан шығып кетпей қозғалуына әсер етеді. Барлық ғарыш денелері бір-біріне әсер етеді. Күн жұлдыз болғандықтан жарық шығарады. Ол жер мен айға жарық түсіреді. Жер ғаламшар. Ғаламшарлар күн сәулесін шағылдырады. Ай да күн сәулесін шағылдырады. Күн сәулесін неліктен жердегі тіршіліктің көзі деп атайды? Күн жердегі тіршілікке қажетті жарық пен жылуды бөліп, барлық тірі ағзалардың тіршілігіне мүмкіндік жасайды. Ол жердегі тіршілікке сәуле бөлу арқылы әсер етеді. Сонымен ол жерді жылытып, жарықтандырып қана қоймайды. Күннің белсенділігі артқанда магнит өрісі күшейеді. Күннен жерге келетін қысқа толқынды сәулелер байланыстың таралуына кедергі жасайды. Күн мен ғарыштан келетін зиянды сәулелерге атмосфера қабаты тосқауыл болады. Барлық организмдерді өлтіріп жіберетін күн көзінің ультракүлгін сәулесін озон қабаты өзіне сіңіріп алады. Озондық қабат 22-25 километр биіктіктегі 3 атомдық оттегі шоғырланған атмосфера қабаты. Мұнда озон аз мөлшерде кездесе де, жердегі тіршілік үшін оның маңызы өте зор. Озон қабатынсыз жердегі тіршілік қазіргі біз көріп отырғандай болмайды. Озон қабаты ұстап қалатын күннің ультракүлгін сәулелері жер бетіне тікелей өтіп кететін болса, онда тереңдігі 10 метрден асатын суларда ғана тіршілік етуге болар еді. Балалар, мына суретте біз озон қабатын көріп тұрмыз. Озон қабаты жерге өте зиянын тигізетін күн көзінің ультракүлгін сәулесінен бізді қорғайды екен. Ай жерге қалай әсер етеді? Судың көтерілуі мен қайтуы ай мен жердің арасындағы тартылыс күшінен болады. Бұл көрініс суы мол мұхит пен теңіз жағалауларында жақсы байқалады екен. Жердің айға қараған бөлігінде су көтеріледі, яғни оны ай өзіне тартады екен. Қарсы бетінде су деңгейі төмендейді, қайтады. Мұндай жағдайдың тәулігіне 2 рет болады екен. Ойлан, айдың арғы бетінде не бар? Жерден қарағанда айдың бір жағы ғана көрінеді. Екінші жағын ғарышкерлер суретке түсіріп картасын жасаған. Айға алғаш қонған 1960 жылдан бастап зерттеулер жүргізілді. Айдың арғы бетінде де кратерлер, теңіздер, жоталар, тағы басқалар бар. Тапсырма. Жұмыс дәптерінің 50-51 бетін ашамыз. 47 жұмыс парағы. Жердегі тіршілікке ғарыштың әсері. 48 жұмыс парағы. Ай жерге қалай әсер етеді? Жұмыстарын орындаймын. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта біз жердегі тіршілікке ғарыштың әсері туралы бірталай нәрсе білдік деп ойлаймын. Не қиын болды? Сұрақтарың болса, қойыңдар.